Сәлеметсіздер ме, құрметті технологиялық машиналарды өндірістік пайдалану пәнінің тыңдармандары. Технологиялық машиналарды өндірістік пайдалану пәні көлік техникасы және технологиялары мамандығының 4-ші курс студенттерінің арнайы пәндер кешеніне кіреді. Технологиялық машиналарды өндірістік пайдалану пәнінің дәріскері, көлік техникасы және логистикалық жүйелер кафедрасының аға оқытушысы Сулеев Бахтияр Даниярович. Бүгінгі тақырып аясында біз жер қазатын тасымалдаушы машиналардың эргономикалық қасиеттер және оның көрсеткіштерімен танысатын боламыз. Ол біздің бүгінгі сабақтың мақсаты эргономикалық қасиеттер бойынша жалпы мәлімет алу, эргономикалық қасиеттердің жіктелуімен танысу, қасиеттерді қарастыру және есептеу бойынша мағлұматпен танысу болып табылады. Эргономика – адам мен машинаның өзара әрекеттесуі туралы ғылым. Машинаның басқару ыңғайлылығы мен жеңілдігін, онда оператор болатын ортаның көрсеткіштерін, машина қозғалысының қауіпсіздігін зерделейді. Адам-машина орта жүйесі машиналардың пайдалану қасиеттеріне және олардың кешенді көрсеткіші эргономикалық көрсеткіштерге байланысты болатын техникалық өнімділікке әсер етеді. Эргономика адам мен машинаның өзара әрекеттесуі туралы ғылым. Яғни, алдында айтылған дәрісіміз аясында біз осы эргономикалық көрсеткіштермен кішігірім таныс болғанбыз. Яғни, эргономикалық көрсеткіштерге әдетінше машинаның конструкциясындағы қолданылатын элементтердің, басқару құрылғылардың, сонымен қатар орналасу құрылғылардың адаммен арасындағы байланысын сипаттайды. Егер де эргономикалық көрсеткіштер керекті жоғары дәрежеде қарастырылмаса, онда мысал ретінде адамның машина ішінде отырылуы, адамның жұмыс істеу кезінде, оператордың жұмыс істеу кезіндегі машинамен қарым-қатынасы. Яғни бұл дегеніміз керекті рычагқа дейін қол созылуы, керекті батырмалардың басылуына дейінгі уақыты, керекті көрсеткіштерді анықтауға мүмкіншілік беретін приборлардың көз алдында болуы, сонымен қатар оператордың орналасудың жоғары дәлдігі қамтамасыз етіледі. Эргономикалық көрсеткіштерді қарастыру кезінде біз адам-машина орта жүйесін қарастырамыз. Яғни осы жүйені қарастыру кезінде эргономикалық көрсеткіштердің айтарлықтай өзгеруін және олардың қалай пайда болатын және өзгеретініне көз жеткізе аламыз. Эргономикалық көрсеткіштер айтарлықтай техникалық өнімділікке өзінің үлкен әсерін тигізеді. Машинаның толық өнімділікпен ұзақ жұмыс істеуі, осы машинаны басқаратын адамның мүмкіндіктері жоғары болмағанда ғана қамтамасыз етіледі. Машина конструкциясына қойылатын талаптар адамның анатомия, физиологиялық ерекшеліктерін есепке алуы тиіс. Қазіргі уақытта адам-машина орта жүйесінің мақсатқа сәйкестігін жиынтық бағалайтын ортақ критерий жоқ. Барлық бірлі жарым немесе жеке көрсеткіштерді келесі түрдегі бір кешенді көрсеткішке біріктіру мүмкін болады. Ол келесі өрнек бойынша анықталады. Мұндағы WI жеке көрсеткіштердің салыстырмалы маңыздылығын анықтайтын коэффициент. AI жеке көрсеткіш. WT салмақтық коэффициенттерін анықтаудың қиындығынан формуланың құндылығы төмендейді. Оларды бағалау кезінде қабылданатын үлкен жорамалдар К общий соңғы нәтижеге маңызды әсер етеді. Машинаны басқару жеңілдігі мен ыңғайлылығын келесі эргономикалық көрсеткіштермен жуықтап бағалауға болады. Физиологиялық, адамның күштік және жылдамдық мүмкіндіктері, психофизиологиялық, есту, көру мүмкіндіктері, антропометриялық,
жүргізушінің жұмыс орнын құрастыру. Гигиеналық кабинадағы адамның тіршілік әрекеті мен жұмысқа қабілеттілігінің шарттары жалпы кешенде қарастырылады. Яғни машинаның басқару жеңілдігі мен ыңғайлылығын бірнеше эргономикалық көрсеткіштермен бағалауға мүмкін болады. Бірінші көрсеткіш физиологиялық. Ол көрсеткіш адамның тез арада жылдам және керекті күш шамасымен басқарудың мүмкіндіктерін жатқызады. Психофизиологиялық, оған біз есту көру мүмкіндіктерін жатқызамыз. Яғни оператор машинада жұмыс істеген кезде міндетті түрде бүкіл керекті мағлұматты көре керек және сонымен қатар есту керек. Келесі антропометриялық көрсеткіш. Ол жүргізушінің антропометриясын ескере отырып қабылданады. Мысалы, адамның бойы, адамның салмағы, қолдың ұзындығы және басқа да көрсеткіштер жазуға болады. Гигиеналық кабинадағы адамның тіршілігін, әрекеті мен жұмысқа қабілеттілігін жатады. Әдетінше гигиеналық көрсеткіштерге біз мысал ретінде кабинаның жеткілікті деңгейде салқындатылуы және желдетілуін жатқызуға болады. Физиологиялық кешенді көрсеткіш. Ол машинаның адамның күштік, жылдамдықтық және энергетикалық мүмкіндіктеріне сәйкестігінен және көрсеткіштерінен тұрады. Оператордың бұлшық еттерінің күшін үнемді жұмсау және уақытынан бұрын шаршауын ескерту үшін, оның жұмысын ауысым ішінде энергияның жұмсалуымен сипатталатын тұрақты жұмысқа қабілеттілік шегінен шықпайтындай етіп ұйымдастыру қажет. Яғни оператордың жұмысы істеу кезінде оның бұлшық еттерінің күшін үнемдеу үшін және уақытынан бұрын шаршауын ескерту үшін жол құрылыс машинасында айтарлықтай тұрақты жұмысқа қабілеттілігі шегінен шықпайтындай етіп ұйымдастыру қажет. Яғни оның жұмысын көрсетілген көлемнің төңірегінде атқарту қажет. Энергия шығындарының еңбек көрсеткіштеріне байланысты мәндері келесі кестеде көрсетілген. Яғни өнімділік шартты бірліктері, еңбек процесстеріндегі қателердің салыстырмалы саны, машинаның энергия ресурстарын пайдалану коэффициенті және оған сәйкес энергия шығындары көрсетілген. Жалғастырайық. Адамның энергетикалық ресурстары екі бағытта өзіне және өндіру жұмысына жұмсалады. Ресурстарды өзіне жұмсау қан айналуымен, тыныс алумен, денені қалыпты жағдайда ұстап тұрумен, сыртқы әлемді қабылдаумен және тағы басқа байланысты физиологиялық процестермен қамтамасыз етілген. Осы мақсаттарға адам бір тәулікте орта есеппен 8400 килоджоуль жұмсайды. Яғни адам энергетикалық ресурстары екі бағытта жұмыс істейді. Яғни біріншісі
өзіне керекті, және екіншісі өндіру жұмысына жұмсалатын. Өзіне жұмсау қан айналуымен, тыныс алумен, денені қалыпты жағдайда ұстап тұрумен және сыртқы әлемді қабылдаумен байланысты физиологиялық процестермен қамтамасыз етілген. Еңбек ету процесінде бір ауысым ішінде қосымша 8400 килоджоуль артық жұмсалады. Егер бір ауысым ішінде 2100 килоджоуль дейін жұмсалса, жұмыс жеңіл болып есептелінеді. 2100-ден 4200-ге дейін орташа қиындықты жұмыс болып саналады. 4200-ден 6300-ге дейін орташадан жоғары жұмыс болып саналады. 3400-ден 8400 килоджоульға дейін жұмсалса ауыр, ал 8400-ден 10500-ге дейін ерекше ауыр жұмыс түріне жатқызылады. Құрылыс және жол машиналарының конструкциясына қойылатын қауіпсіздіктің бірыңғай талаптарына сәйкес рычагтардағы күштер шамасы 20-дан 60 ньютонға дейін артық емес болу керек, ал басқыштарда 80-нен 120 ньютоннан дейін болуы тиіс. Жоғары еңбек ауырлығы ауырлар пайызын ұлғайтады. Қалыпты еңбек ауырлығы жоғарылағанда ауырлар пайызы 2 есе дерлік ұлғаяды. Яғни машинаның құрылысындағы рычагтарды, басқыштарды жобалаған кезде, оны іске қосу үшін, оны басу үшін осында көрсетілген күштер шамасынан артпауы тиіс. Егер де осы күштердің шамасынан артатын болса, онда айтарлықтай адамның жұмыс істеу қабілеттілігі төмендейді. Жүргізуші үшін басқару қауырттылығы коэффициентін күштердің эксперименттік мәндерін пайдаланып, келесі формула бойынша анықтайды. КНУ нажимное усилие. АФ бір ауысымдағы нақты жұмыс, АН бір ауысымдағы нормаланған жұмыс. SI айншы рычагтағы орташа күш, LI рычагтың өткен жолы, DI жұмыс ауысымдағы қосу саны, TI бір қосуға жұмсалатын уақыт. Кейбір ғылыми жұмыстардың деректеріне сәйкес, экскаваторда 1 сағат жұмыс ішінде 4310-ға дейін қосуды, немесе бір цикл ішінде 18 қосуды орындауға тура келеді. Бульдозерде қосу саны 1 сағат ішінде 1000-ға, автогрейдерде 600-ге дейін жетеді. Қосудың соншалықты елеулі саны машинистің жүйкесін жұқартып, психикалық қабылжуын тудырады. Яғни көріп тұрғандарыңызда, егерде біз айтарлықтай жұмысты орындау кезінде осы рычагтар мен батырмалардың іске қосылуын көп етіп орындасақ, онда міндетті түрде автомобильдің машинистінің жүйке жүйесін жұқартып, психикалық қобалжуын тудыратын жағдайға тап боламыз. Сол себепті осы берілістерді қосу және ауыстыру санын айтарлықтай төмендету үшін біршама операцияларды қарастыру қажеттілігі туындайды. Жалпы энергия шығындарының 50% артығы ілініс муфтасын ажыратуға және қосуға келеді. Бұл сатырлы берілістердің кемшілігі болып табылады. Есептеулер нәтижесінде автогрейдер үшін КНУ 1,134 болып шықты. Онда жұмыс істегенде жүргізуші 34%-ға артық қобалжиды, яғни оның жұмыс жағдайлары орташа қиындықтан жоғары категорияға жақындайды. Эргономикалық қасиеттердің психофизиологиялық кешенді көрсеткіші машинаның адамның көру және психофизиологиялық мүмкіндіктеріне сәйкестігінің жеке көрсеткіштерінен тұрады. Жол машиналарының өнімділігін жоғарылатудың маңызды шарты жұмыс органының және жұмыстар шебінің жүргізушінің жұмыс орнынан жақсы шолуы болып табылады.
Автогрейлерді басқару кезіндегі шолу сұлбасы. Яғни бұл жердегі 1-ден 12-ге дейінгі автогрейлердің оператордың жұмыс үстіндегі шолу сұлбасы. Яғни оператор ең біріншіден алдына, артына, сол жаққа, оң жаққа қайырманың 9/10 көрсетілген, ол қайырманың орналасу бұрышы, одан кейін алдыңғы қайырманың орналасуы, одан кейін доңғалақтардың орналасуы, автогрейлердің артындағы жұмысы, автогрейлердің астындағы жұмысы, яғни көріп тұрғандарыңыздай, ол оператордың көру сәулелерінің, яғни оператор қай жаққа көру керектігін міндеттеледі. Жүргізушінің жұмыс орнынан шолу екі ұстанымнан қарастырылады. Өнімділікті жоғалту қозғарасынан тартымдық режимде. Екіншісі автогрейлер қозғалысының қауіпсіздігі көзқарасынан тасымалдық режимде. Жұмыс жабдықтарының және жұмыс шебінің шолынуы бірінші кезекте машинада кабинаның орналасқан биіктігіне, сондай-ақ оның әйнектелуіне және әйнектерінің орнатылуына байланысты болады. Осы ара қашықтықтың ұлғаюымен машинаның алдындағы жұмыстар шебінің шолынуы жақсарады. Бірақ егер ол кабинаның шеткі жағында болса, қайырманың артында байқау қиындайды. Кабинаның әйнектелуі келесі коэффициентпен сипатталады. Альфа остекление тең FST бөлінген FP. Мұндағы FST кабинаның әйнектелуінің жиынтық ауданы. FP кабина панельдерінің жиынтық ауданы. Автогрейлерлерде алдыңғы және бүйірлік панельдер аса көп әйнектелген болады. Сонымен бірге осы ауданның ұлғаюына тенденция байқалады. Машинист кабинасынан жол машинасының жұмыс шебінің шолыну дәрежесін көлденең жазықтықтағы шолыну коэффициентімен бағалайды. Ол келесі өрнекпен анықталады. Мұндағы FM машинаның көлденең проекциясының ауданы. FK кабинадан көрінбейтін көлденең беттің ауданы. Экскаваторлар мен крандардың шолынуын бағалау кезінде сондай-ақ тік жазықтықта шолыну коэффициентін анықтайды. Бұл келесі өрнек бойынша анықталады. Мұнда FIDE және FITR сәйкесінше тігінен шолу секторының нақты және талап етілетін бұрыштары. FITR мәні жұмыс органының әрекет ету радиусына байланысты болады. Антропометриялық көрсеткіштер машинаны және оның конструкциясының тиімді және ыңғайлы қалпын, дұрыс келбетті, адам денесінің пішіні мен массасын және оның статика мен динамикадағы бөліктерін есепке алып, қолдың басқару рычагтарында оңтайлы орналасуын қамтамасыз ететін элементтерін сипаттайды. Кешенді антропометриялық көрсеткіш жеке көрсеткіштерден тұрады. Машинаның, кабинаның адамның өлшемдеріне сәйкестігі, дене пішініне және оның массасының таралуына байланысты етіп қарастырылады. Яғни кешенді антропометриялық көрсеткіштер адамның жеке көрсеткіштерінен тұрады. Яғни ол машинаның адамның өлшемдеріне сәйкестігі, дене пішініне және оның массасының таралуына. Әдетінше, егерде ол қызық айтылатын нәрсе, қазіргі таңда мысалы жол қатынаста Қытай елінен әкелінген маршруттық таксилердің ішкі салонының биіктігі бойы 1,80 метр асатын адамдар үшін өте айтарлықтай қиыншылық туғызады. Яғни бойы 1,80 метрден үлкен адамдар үшін осы маршруткалардың ішінде тұру ыңғайсыздыққа жалықтырады. Жол машиналары машинистерінің жабдықталған аймағы.
Бірінші ол аяқпен басқару аймағы, екіншісі қолмен басқару аймағы, үшіншісі қол жетерлік аймақтар болып табылады. Яғни көріп тұрғандарыңыздай, машинаны басқарудың бүкіл батырмалары, рычагтары және құрылғылары 1, 2, 3 аймақтарында орналасуы тиіс. Егер осы аймақтар аралығында жатпаса, онда машинаны басқару қиыншылықты туғызады. Жұмыс процесінде қосу жиілігіне байланысты рычагта, басқыштар және басқару пару пультінің аспаптары 3 топқа бөлінген. Тұрақты, жиі және сирек пайдаланатын. Бірінші топқа жатқызылған, яғни тұрақты түрде пайдаланатын рульдік басқару штурвалы, ілініс басқыштары және отынды аяқпен басқару басқышы, берілістерді ауыстырып қосу рычагтары, басқару пультінің аспаптары. Бұл басқару органдары оңтайлы аймақта орналасуы міндетті түрде. Яғни бірінші топқа тұрақты пайдаланатын, яғни аспаптар және рычагтар бөлінген. Екінші топқа басқару органдары жатады. Олар көптеген операцияларда жиі пайдаланады. Жұмыс органының басқару рычагтары, тежеу басқышы, қозғалтқышты іске қосумен байланысты рычагтар және тағы басқа жатады. Сондай-ақ олар оңтайлы жұмыс аймағында орналасуы тиіс. Екінші топ ол тұрақты емес, бірақ дегенмен жиі қолданылатын басқару органдары жатады. Олар көптеген операцияларды орындауға жиі пайдаланады. Мысал ретінде, жұмыс органын басқару рычагтары, тежеу басқыштары, қозғалтқышты іске қосумен байланысты рычагтар және тағы да басқа жатады. Ондай рычагтар мен басқыштар міндетті түрде оңтайлы жұмыс аймағында орналасуы тиіс. Үшінші топқа жатқызылатын ол сирек қолданылатын. Ол радиатор жалюзин басқару рычагы, жүргізуші орнындағы көлденеңнен және тігінен орын ауыстыруын реттеу рычагтары, жылытқышты, желдеткішті және тағы басқа қосу батырмалары және тұтқалары жатады. Оларды барынша үлкен аймақта орналастырған жақсы болып табылады. Бұл мысал ретінде көрсеткіштерінде көрсетілген батырмалар, рычагтар аса көп және үнемі қолданылмайды. Сол себепті оларды орналасу кезінде айтарлықтай міндетті түрде алдында немесе көз жетерлік жерде орналастыру керек еместігі. Басқару органдарының кабинада орналасу ыңғайлылығын көрсететін коэффициент келесідей анықталады. Ол басқару органдарының ең сәтті жиналуының көрсеткішінен және де нақтылы жиналу көрсеткішінен тұрады. Бұл көрсеткіштердің мәні сараптық бағалау әдісімен анықталуы мүмкін. Жалғастырайық. Кешенді гигиеналық көрсеткіш деңгейлердің келесі жеке көрсеткіштермен бағаланады. Яғни кешенді гигиеналық көрсеткіштерді біз жаңағы жоғарыда айтып кеткендей, біз біршама
көрсеткіштерді қарастыру керек. Соған біз мысалы желдетілуді жатқызамыз, температураны, ылғалдылықты, қысымды, тозаңдылықты, радиацияны, шуды және дірілді жатқызуға болады. Яғни осы көрсетілген кешенді көрсеткіштер кешенді гигиеналық көрсеткіш тобына жатқызылады. Егер де бұл көрсеткіштер айтарлықтай өзінің керекті деңгейін қабылдамаса, мысалы желдетілу, температура, ылғалдылық, қысым, тозаңдылық, радиация, шу және діріл көрсеткіштері оператордың жұмысын айтарлықтай күрт төмендетуге мүмкіншілік туғызады. Егер де мысалы кабинада дұрыс дәрежеде желдетілу қарастырылмаса, онда ыстық температура нәтижесінде кабинаның іші қызып, суық температураның нәтижесінде кабинаның іші суытып, адамның жұмысын айтарлықтай төмендетеді. Температурада су сияқты. Ылғалдылық ол айтарлықтай қолданылатын материалдардың сапасына және қолданылатын бітеуіш материалдардың сапасына пайда болады. Қысым әдетінше, яғни қалыпты атмосфералық қысымды сақтап тұру қарастырылады. Шу діріл енді ол да бір негізгі көрсеткіштердің бірі болып табылады. Егер де шудың көрсеткіші, дірілдің көрсеткіштері айтарлықтай жоғары болса, ол машинаны пайдаланатын оператордың жұмысын айтарлықтай төмендетуге мәжбүрлетеді. Машинистің жұмысқа қабілеттілігіне кабинадағы микроклимат, температура, ылғалдылық, ауа қозғалысының жылдамдығы, зиянды қоспалар, тозаңдылық әсер етеді. Кабинадағы ауа температурасы жылу уақытта сыртқы ауа температурасынан 2-3 градусқа артық болмауы тиіс, және салыстырмалы ылғалдылық 40-60% болғанда +14-тен төмен емес, және +28-ден жоғары емес, сондай-ақ салыстырмалы ылғалдылық 60-80% болғанда 26 градустан жоғары емес болуы тиіс. Кабинаға ауа беруге арналған құрылғы реттелген болуы тиіс. Ол машинист кеудесінің деңгейінде ауаның жылжымалылығын кабинадағы ауа температурасы +22 градус Цельсий болғанда 0,5 метр секундтан артық емес, және аса жоғары температураларды 1,5 метр секунд артық емес қамтамасыз етеді. Әйнектің бетінен басқа кабинаның ішкі беттерінің температурасы 35 градус Цельсийден жоғары емес болуы тиіс. Ауадағы қоспаның құрамы нормаланады. Атап айтқанда, тозаңның шекті мүмкін концентрациясы 10 мг бөлінген метр куб, көмір қышқыл газының 20 мг бөлінген метр куб, отын булары 100 мг бөлінген метр куб аймағында төңірегінде болуы тиіс. Эргономикалық қасиеттердің гигиеналық көрсеткіштерін көрсететін коэффициент келесідей анықталады. Мұндағы ln гигиеналық көрсеткіштердің ең сәтті үйлесімінің көрсеткіші. LF көрсеткіштің нақтылы мәні. SCMS кешенді көрсеткіші эргономикалық қасиеттер коэффициентімен жуықтап бағалау мүмкін болады. Ол келесідей анықталады. К эргономика тең F функция KN және К гигиеналық. Яғни автогрейдер үшін кешенді эргономикалық қасиеттерінің көрсеткіші 0,100-ден 70 пен 0,175 аралығында болады. Эргономика машинаның адамға ғана емес, сонымен бірге адамның машинаға да бейімделгенін жорамалдайды. Бұл жиынтығы жұмысшының біліктілігін сипаттайтын дағдылардың дамуымен анықталады. Оған шын мәнінде машинаның пайдалану қасиеттерін іске асыру дәрежесі байланысты болады. Сонымен біліктілігі төмен жұмысшыларға қарағанда тәжірибелі операторларда отын шығыны 10-20%-ға кем. Сондай-ақ машинаның сенімділігіне жөндеу персоналының біліктілігі елеулі әсер етеді.
Машина жұмысы қауіпсіздігінің көрсеткіштерін екі топқа бөлу керек. Активті және пассивті қауіпсіздік. Активтік қауіпсіздік көрсеткіштеріне аударылуға қарсы орнықтылық көрсеткіштері, сондай-ақ жарық және дыбыс сигнализациясының бар болуы жатады. Пассивті қауіпсіздік кабинаның және сақтандыру қаңқаларының қаттылығымен, апат болғанда машинистің жарылуын болдырмайтын қауіпсіздік белдіктерінің, сондай-ақ басқару органдарына қауіпсіздік символдарының бар болуымен сипатталады. Экологиялық қауіпсіздік. Жол машиналары жұмыс істегенде және техникалық қызмет көрсетілгенде қоршаған ортаның ластануын шектеу көзқарасынан оларға қойылатын талаптармен сипатталады. Бұл қасиет көрсеткіштердің екі тобымен анықталады. Топырақтың, ауа және су бассейндерін пайдаланған газдармен, пайдаланған майлармен және жұмыстық сұйықтықтармен ластануы бойынша көрсеткіштермен, машиналар мен жабдықтардың сыртқы шығуын шектеу көрсеткішімен. Жұмыс бойынша бақылау сұрақтар. Эргономика ғылым ретінде нені білдіреді? Берілген машинаның құрылымы қауіпсіздік шартының біркелкі келісімі бойынша жол машиналарының тұлғасы қандай көрсеткішке сай болу керек? Берілген машинаның құрылымы қауіпсіздік шартының біркелкі келісімі бойынша жол машиналарының педалі қандай көрсеткішке сай болу керек? Психофизикалық көрсеткішінің бірліктерін көрсету, антропометриялық көрсеткіштердің бірліктерін көрсету, гигиеналық көрсеткіштердің бірліктерін көрсету. Бұл тақырып аясында қосымша мағлұмат алу үшін келесі көрсетілген әдеби көздерден алуға болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыз.